Құрметті менің оқырмандарым, менің каналыма қош келдіңіздер. Бұл сіздерге осындай жилет тоқуды көрсететін болам. Этно жилет деп жатады. Алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпайық. Бұл жилетті мен жаңағы оюмен осылай әсемдедім. Бұл узорды алдымен бөлек тоқып алған болатынмын. Менің каналымда бар, төменге описанияға ссылкасын қалдыратын боламын. Және жоғарғы иығын осындай ерекше қылып ілгіштермен тоқығам. Және осындай шнурмен байланады. Бұл да менде описанияға қалдыратын болам ссылкасын. Менің каналымда бар. Өте әдемі көрінеді. Және шетінен бастап, жаңағы бүйрек жағынан бастап тоқыдым. Шетіне осындай пытырмалармен, кнопкалармен бекітетін қылдым. Жіпке келетін болсақ, менде жіп турецкий жіп, түрікше жазылған, грамын, жаңағы метрін жазбапты, 100% акрил. Бұдан менде 6 штук кетті. Өте метражы аз, 50 грамдай болатын шығар. Крючок менде 2-де 5, 2 жарым. Жаңағы оюдың узордың жібі тулип. Алдымен жібіміздің біреуін қысқа қылып аламыз. Ілмегімізге іліп, осылай жіпті бекітіп аламыз. Қысқа жіпті крючокке ілу арқылы бірінші ілмегімізді тоқимыз. Осылай 3 воздушный петля тоқып аламыз. Бір воздушный петля тоқимыз. Бұл жоғарға көтеру үшін, екінші қабатқа көтеру үшін. Және жартылай, артқы бөлігінен жартылай петля қылып тоқитын боламыз. Жаңағы тоқыған петлдеріміздің артқы бөлігінен крючокты өткізу арқылы осылай жартылай столбик без накиды тоқитын боламыз. Үшінші қатарда бір воздушный петля қосамыз. Екі жаннан бір воздушный петля қосып отыратын боламыз. Екінші воздушный петля екінші қабатқа көтеру үшін узорымызды айналдырамыз. Ары қарай тоқи береміз жаңағы жартылай, жарты бөлігінен столбик без накиды тоқитын боламыз. Соңғы петілді, екі шетінен де соңғы петілді жартылай емес, толықтай петілді тоқитын боламыз. Өйткені жаңағы саңлау қуыс қалып кетпеу үшін тығыз тоқылуға. Бір воздушный петля қосамыз, екінші воздушный петля бізде екінші қабатқа көтеру үшін. Бұл бізде 4-ші қатар. Менде осындай жарты бөлігін тоқыдым. Екі жағына бір петледен қосу арқылы ұзындығынан және осы жерге дейін 24 сантиметр тоқып алдым. Өлшеп көрсетейін. Ары қарай менде төменде уже қысқартулар. Бір петледен қысқарту отыратын болам. Жоғарғы жағына 2 петля қосып отырамыз.
жаңа бір петля қостық қой, енді бір петлеміз, екі петлядан қосамыз да, төменгі жағын бір петлядан қысқартамыз. Тігінен менде 24 сантиметр болды. Ені де 24 сантиметр болғаннан кейін барып, төменгі жағынан бір петля, жоғарғы жағынан екі петля қосып, төменгі жағынан бір петля қысқартамыз. Мен бір керемет суретші емеспін, осылай қылып образец сызып алған болатынмын. Көрсететін болсам, менде жаңағы тоқылып жатқан жер осы жерге дейін тоқыдым. Екі жағынан бір петля қосу арқылы. Енді мына жағын тоқып жатырмын. Бір петлядан қысқартамыз да, жоғарғы жағына екі петлядан қосу арқылы. Мынау узорды мен бөлек тоқып алған болатынмын. Міне мен соңына дейін тоқып алдым. Қазір қысқартуды көрсететін боламын. Жаңағы бір столбик без накида, екінші столбик без накида, үшіншісі, менде соңғы екі петля қалды, соны қысқартатын боламын біріктіру арқылы. Шартлай тоқимыз, толықтай тоқымай, екінші петлядан ілмегімізді іліп жүгімізді ілемізде, осы үшеуін бір тоқитын боламыз. Сонда бізде бір петля қысқаратын болады. Көргендеріңіздей бір воздушный петля тоқимыз да, кері айналдырып тоқи береміз. Ары қарай осылай тоқып келіп, жоғарғы жағынан екі петля қосып отырамыз. Екі петлден қосып отырып тоқып алдым. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, 9, 10, 11, 12 қатар екі петлден тоқиды. Екі петля қосып, 12 қатар тоқимыз. Ары қарай иығына дейін 25 петля қостым. Бұл бізде ары қарай иығы және иығын 7 қатар тоқыдым. Төмен қарай 11 петля төмен қарай түсеміз. Және 5 петлядан 8 қатар түсетін боламыз. Төмен қарай қысқартып. Бұл бізде иығы. Төменгі жағынан бөлігіне дейін қысқартамыз. Төменгі жағы иыққа дейін